Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазұлы. В общем, көптеген случайда адамдар өліп кетіп жатыр негізінде. Именно жүрек қан тамыр жүйесімен өзім практикамда көп адамды көргем. Жалпы мен тұлғалы, то есть жас кезінен бастап көп өлім көрдім да. Қанша жасымда білмеймін, жалпы көп деген өлімдерді былай постоянно көретінмін да. Соседтің үйіне барасын, болмаса уже врач болған кезде, участокта жұмыс істеген кезде, болмаса практикада адамдармен жұмыс жасағаннан кейін, жалпы өлімнің арасынан жүргеннен кейін өте көп аурулар именно жүрек қан тамыр жүйесімен связанный аурулар екенін мен сол кезде түсіндім. Одан кейін рак ауруларынан көп адамдар өліп жатады. Көзімнің алдында кәдімгі дауыстар болады, хрипы деп айтады ғой. Уже жан тапсыратын кезде адам қорылдай бастайды, сол звуктарды естисің, болмаса комада жатқан кезінде көз жұмып жатады. Жалпы осы видеоның не үшін шығарып жатырмын, өйткені мен сіздерге жүректеріңіз айтқан кезде сигнал беріп жатқанын көрсететін осы 7 симптомды айтатын боламын. Егер осы алғашқы белгілер пайда болса, 7 белгі, онда демек сіздің жүрегіңізбен проблема бар деген сөз. Қан тамыр жүйесімен проблема бар деген сөзді білдіреді. Сол себепті ертерек қамданып, дәрігерге барып, обследованиеден өту керек деген сөзді береді. Сол себепті соңына дейін қараңыз, видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіз. Ал мен бастаймын. Ең бірінші симптом ол бізде көріп тұрғандарыңыздай, мынау қысқаша айтып кете салайын, жалпы мына біздің жүрегіміз, жүрек осындай күйде болады бізде. Мына жақта сол жақ және оң жақ предсердие деп бөлінеді, және желудочек деген заттар бар. Мынау біреу аяқтарды көріп тұрсыздар ғой, мынандай сым темір сияқты аяқтар. Ол аяқтар бізде ритмді регулировать етіп тұрады, то есть жүректің қағып соғуын реттеп отыратын осындай импульс проводящий система болып табылады. Жалпы осындай қиын схемамен жаратылған, былай қараған кезде оңай, бірақтан бұның жұмысының өзі бір керемет немен жұмыс істейді, хикметпен жұмыс істейді. Одан кейін қан тамыр жүйесін тағы нені түсіну керекпіз? Мына затты түсіну керекпіз. Бұл жерде схемы кровообращения, то есть жалпы айтқан кезде бізде қан айналымы екіге бөлінеді, кіші қан айналым және де үлкен қан айналым болып бөлінеді. Осы схеманы затты жаттап алыңыздар. Бұл айтқан кезде постоянно жүрек қанды айдап, қан айналым жүйесі жүріп отырады біздің ағзамызда. Осы схеманы жаттап енді қараңыздар. Ең бірінші белгі жүрек ауыратын болса, немесе қан тамыр жүйесінде проблема болатын болса, ең біріншісі ол бізде кеудеде ауырсыну басталады. То есть мынау кеуде тұсыңызда бір ауырсыну басталуы мүмкін, болмаса күйдіру мүмкін. Күйдіру деген кәдімгі айтқан кезде бір шоқты басып атқан сияқты, болмаса соған жақын бір сезім пайда болуы мүмкін. Одан кейін ол сезім, жаңағы ауру сезім сол жаққа беруі мүмкін, болмаса сол қолға беруі мүмкін, кейбір кезде арқаға береді, жауырынға беруі мүмкін, оң жақ, сол жақ жауырынға, немесе ішке қарай түсуі мүмкін, асқазан ауырып тұрған сияқты болуы мүмкін. Алдында бір пациент келген маған, сөйлесіп отырмыз енді. Жүрегінен операция болған екен, то есть АКШ деген операция бар. Жаңағы тамырларды ауыстырған кезде өзінің аяғының тамырын жүрегіне тамырын салған. Сол кісі айтады, сіз енді өзіңіздің ауруыңызды немен біріктіріп жатсыз, не үшін осы ауру пайда болды деп ойлайсыз десем, қандай белгілер болды деп сұрағанмын. Сол кезде айтады, білмеймін дейді, өзінен өзі ұстап қалды дейді. Азанда ояндым, асқазаным ауырып тұр екен дейді, асқазаным шланг жұтқан, ФГДС-қа барған, УЗИ-ға түсірген, бәрі тап-таза, бірақ ауырып тұр дейді асқазаным. Көрдіңіздер, бірақ ол асқазан емес, жүрегінде тромб тұрған екен. Ойлаңызшы, қан тамыр жүйесінде тромб тұрып қалған, сол тромб, мысалға анау ручка тамыр деп қалайтын болса, осы ручка тамыр, осы тамырды мысалға ручканы мен бітеп тастасам, пластилин жабыстырса өтпей қалады ғой, ештеме, үрлесең де өтпейді. Дәл сол секілді қан тамыр жүйесінде жаңағы ол кісіде тромб тұрып қалған, болмаса тромб жаймен просветтерін жаңағы тамырын жауып тастаған. Сол кезде не пайда болған? Асқазанда прямо эпигастрит тұсында жеңе дейді ғой, күйдіру сезім басталған. И солай врачтар шақырған, сонымен больницаға апарса уже
тромб экстренно вертолетпен алып операция істейді саған жүрегіне. Сол бірінші симптом, бірінші белгі осы жүрек тұсында немесе кеудеде немесе жаңа мен айтқан жерлерде бір осындай ақаулар пайда болу. Екіншісі ол давлениенің пайда болу. Жалпы давление деген ол кәдімгідей проблема болды қазір барлық адамдарға. Жас балалардың өзі маған приемға келіп жатқан кезде мысалға да там 18 бен 25 жасар болмаса 35 жасар арасында кісілер бар, бәрінде давление кішкентай кездерінен даже кейбір балаларда болады. Не үшін осындай давление деген ал? Жалпы мен медик ретінде общий понятием осы күнге дейінгі давление не үшін пайда болады деген кезде бір затқа сүйенеді. Ол біздің сосудтарымыздың, то есть біздің қан тамыр жүйесінің дұрыс емес жұмыс жасауымен байланысты деп ойлаймын. Өйткені сіз ойлайсыздар ғой, мысалға қан тамыр жүйесі, мына көріп тұрғандарыңызда осының өзі кровообращение өзі әшейін осылай қан айналады болды деп. Жоқ, бұл жерде каждый сосуд жұмыс жасайды. Жүрек қалай ұрады жұмыс, ойлайсыздар ғой, тек жүрек жұмысы жоқ. Жүрекпен бірге бүткіл біздің қан тамыр жүйесі жұмыс жасап отырады. Сосудтарымыздың өзі кішірейіп, ұлғайып отырады негізі. Каждый удар сайын ол да орган, оларды мышечный орган сияқты жұмыс жасайды негізінде. Оның бәрін айдау керек, қанның бәрін. Ал енді егер қаныңыз қою болса, мысалға, қан қай кезде қоюланады? Ең бірінші проблема сахарный диабет кезінде. Мысалға, сахарный диабет қашан пайда болады? Сіздер көп жоғары углеводты продукттар жеген кезде, мысалға, нан секілді, картошка секілді, чипсы, кола, фанта, тағы басқа. В общем, тәтті заттар, кондитерский заттар, дұрыс емес тамақтану бәрі сахарный диабетке жаймен алып келеді. Осының салдарынан давление негізі пайда болады ағзада. Давление деген былай айтқан кезде ауру емес, даже симптом деп айтсақ та болады. Мысалға, мынандай проблема болған, мен пациентіме айтып берейін. Участокта жұмыс істеген кезде, осыдан 3 жыл бұрын қателеспесем, маған бір апке келді, 69 жылғы болатын, 69 жылғы. Давление постоянно 200, 190, 180 болып тұрады. Сонымен дәрі береміз, временно ғана түсіреді, содан қайттан давлениесі көтеріледі. Не істейміз деп миды қатырып жүрдік, содан кейін жаңағы облыспен связываться етіп, облыстарға звондап, қалаларға звондап, операцияны таптық. Операция прижигание жасайды екен. Прижигание канальцев, почечных канальцев деген операция бар екен. То есть бүйректің қан тамыр жүйесін күйдіреді екен. Жаңағы ұлғайып кеткен несін былай айтқан кезде кішірейтіп береді. В общем, операция сондай бір хитрый операция бар екен. Соны қалай жасады, солай ол кісінің давлениесі 140-қа, 120-ға түсіп қалды. Сол кезде ол басын кезде ауырып тұрған негізі жүрек емес екен. Оның ауырып тұрғаны именно бүйрегінің жаңағы сосудтары, түсінесіз бе? Бүйрек қан тамыр жүйесі болады бүйректе де. Вот сол поврежденный. Жақсы, түсіндік. Үшіншісі, кеуде тұсы жанып ауырса деген зат бар. Кеуде тұсы жалпы жанып шок болып ауыратын болса, ол ОКС деген әңгімені береді. ОКС деген острый коронарный синдром деген сөз. Ол кезде адам экстренно көмек көрсетпесең, небәрі бір минуттар немесе 2-3 сағаттың ішінде өліп кетеді. Осындай, егер мынау көкірегіңізде сразу жжение басталды ма, андай бір күйдіру басталды ма, ештемеге қарамаңыз, прямой больницаға ұшыңыз, потому что сізде уже тромб тұр деген сөз, жүрегіңізде уже шлак толып тұр деген сөз. В общем, операциямен алдыртасыздар. Содан кейін төртіншісі ентігу басталады. Көп адамдар мән бермей жүре береді. Ой, ентігіп қалыппын, мен витаминдер жетіспей жүрген болар, артық салмақтары бар, 90 килограмм болып жүреді, ентігіп қалдым деп. Конечно, ентігесіздер. Енді ладно, түсінікті, артық салмақпен ентік пайда болды, но артық салмақтан бөлек ентігу жүрек қан тамыр аурулары кезінде болады, мысалға ИБС секілді. Мынау көріп тұрғандарыңызда жүрегіміз не үшін ентігу пайда болады? Өйткені мына жүректегі түсіп тұрған қандар, бәрі қанды айдайды ғой жүрек. Осы қанның бәрі мына система бұзылған кезде дұрыс емес құйылып бастайды. Нагрузка мынақа мысалға 50%, 50%, 50%, 50% деп бөлетін болсақ, мысалға мынаяқ 64% жұмыс істеп қалады, мынаяқ 20%, мынаяқ 18 деген сияқты осындай перебой басталады мына жерде. Система дұрыс қан мынақа дейін жетпей қалады, өкпеге жетпей қалады қан мысалға. Болмаса өкпеден неге тарамай қалады половеналарға,
болмаса артерияларға тарамай қалады, содан ентігу басталады негізі. Оның барлығы осы қан тамыр жүйесінің проблемасы бар деген сөзді білдіреді. Содан кейін бесіншісі физикалық төзімдік төмендеп кетеді өте. Сіздер шаршап қала беретін болсыздар. Бұрыннан мысалға далаға шығып кішкене жұмыс істей алатын болсаңыздар, кейінгі кездері мысалы далаға шығып жұмыс істеп қалсаң болды, ентігіп қаласың, ауыр зат көтере алмай қаласың, уже бұрынғыдай емес болып қаласың. Осының барлығы жүрекпен проблема, жүрек қан тамыр жүйесінің проблемасын айтады. Алтыншысы проблема бұл аяқ ісіп бастайды. Отектің жалпы түрлері көп, бірақ сіздердің миыңызда қалу үшін екі-ақ түрін айтайын. Основной екі-ақ түрі болады отектің. Отек верхней конечности мен нижней конечности бөлсе болады бұларды ше. Нижней конечностьтегі отектар қай кезде пайда болады? Олар именно жүрек қан тамыр ауруы проблемасы басталған кезде, мына жүректің ритмі, жүректің перекачкасы дұрыс емес, содан кейін қанның бәрі застойға, аяққа кетіп бастайды, аяққа су жиналады, аяқ отекқа кетеді, сынып кетеді аяқтарыңыз. Демек, жүректеріңіз слабый деген сөз, жүректеріңізді емдеу керек деген сөзді білдіреді. Ал верхний отектар көбінесе почечный отек деп аталады. Беттің сынып кетуі, көздерінің мынандай сынып кетуі, осының бетіңіздің домалақтанып кетуі, оның бәрі бүйрекпен проблема, бүйректің отектары деп айтсақ та болады. Одан кейін соңғысы экстрасистолия пайда болады, болмаса аритмия деген заттар бар. Аритмия дегеніміз не? Ол мысалы жүрегінің қағысының ритмдарының бұзылуын айтады. Мысалға жүрек сіздер енді түсінікті болу үшін былай айтайын. Мысалы кәдімгі жүрек былай соғатын болса, тік-тік тік-тік деп ритмично соғып тұратын болса, ол сау жүректің соғысы. Ал енді аритмия кезінде қалай соғады жүрек? Мысалға былай соғады. Тік-тік-тік-тік-тік деген сияқты. Жалпы бір шумдар пайда болады, бір басқа дыбыстар шықпастай жүректен. Мен бір пациенттің тыңнан кезде мен таңғалғам, сол кезде бірінші сондай звук шығардым. Сол кісі көп ұзамай 3 айдан кейін қайтыс болып кетті. Мен айттым сол кезде, тезірек операция жасатыңыздар, жүректеріңізді аман алып қалыңыздар, дайындаңыздар, тезірек жүрекке барыңыздар, кардиологқа барыңыздар деп жібергенмін. Прям больницада көз жұмды сол кісі. Жүрегін тыңдаған кезімде мен баласымен келген сол кезде баласына айттым, мамаң ауру дедім, мамаңа қара, көпке бармауы мүмкін деген сияқты заттар айтқан. Звук мынандай болды жүрегінде мысалы. Деп тұрып ана бір жермен жүректегі бар ғой, как будто бір сөйтсем трикоспидальный митральный клапандардың порогтары екен, порог сердце ол кісіде. Мына жерде қақпашалар болады, жаңағы ашылып жұмылып тұратын заттар болады, қақпалар сияқты, есіктер сияқты. Вот сол ашық қой, ашық түсінесіз, анау байқұс не істей алмайды, жаба алмай жатыр, ана қанның бәрін айдай алмай жатыр ағзадан, сол үшін жаңағындай звук шығып жатыр, деген сияқты. Жалпы осы 7 симптом пайда болды ма, барыңыздар, ЭКГ түсіңіздер, эхокардиография жасатыңыздар, УЗДГ сосудов вен жасатыңыздар, артерия жасатыңыздар, кардиологтарға барыңыздар, лечение қабылдаңыздар жалпы. Енді осы видео көмек тисе өте риза боламын өзім. Егер жүрек қан тамыр жүйесі көбірек видео көргіңіз келсе, төбеде ссылка қалдырып кетемін деп қояйын. Мына жерден көре аласыздар, өте маңызды видео қарап шығыңыздар. Егер де сізге осы видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып беріңіз. Сәлем, мен дәрігер Бағзат Сейітқазұлы. Келесі видеолар көріскенше сау болыңыз.